Қой ұйқыдан тұрайын құрсын. Ол қалайсыңдар көршілер? Чё там не хабар? Айтпақшы. Сәлем достар, бүгін біз Сарка 2012, бүгін біз ауылды жаңарту 2-ші часть. Бірақ мен ауылға кейбір көп заттар салып тастадым, көрсетемін. Мысалы, ал сіздер пост қарап отпай, лайк басып, комментарий жазып, және де ең алғашқы, ең маңызды кнопканы басып кетіңіздер. Яғни ол тіркелу. Соны сұр қылып жіберіңіздер. Мен алдыңғы частта айтқандай, мен мектеп салған болатынмын. Мұны бұяққа 6 адамдық сияқты деп, мұны бұяққа мен 9 адамдық сияқты деп. Енді сол кезде мен егін салам деп айтқан болатын. Сол егін жемісін көргім келіп тұр. Сол күнде мен егін салып сіздерге көрсеткім келген. Міне егін. Есігі қай жерде мынау? Егін жемісін мынау дейтін ұмытып қалып тұрмын. Пшеница әйтеуір. Мынау арбуз, мынаны білмеймін, ұмытып қалып тұрмын тоже. Мынау свекло елім мынау. Мынаны білмеймін, мынау бір бәле дейтін ұмытып қалдым. Мынау арбуз тоже, мынау свекло. Мен соны білдім. Короче, енді мен одан артық көп заттар енгіздім. Мынандай әдемі гүлдер енгіздім. Бұл жерде роза бар. Сосын арт жақты көрсетейін. Ауылды қазір көрік қылдырып жатқан Африка ауылын. Көрсететін болам. Бұл жерде сары Рошан қайда кетіп қалды? Тұрған сары болып. Қызыл ұқсайды. Қызыл екен ғой. Мұнда қызыл не роза егіп қойдым осы жаққа. Роза егіп қойдым. Енді бұл жақта тек роза ана мынау емес, мен ана жерде ең бастысын көрсеткім келіп тұр. Оны любой қыдыратын адам оны көру керек. Мына жерге аралар үй соқтырыпты, осыны не пайдам ағашқа өтірей. Сосын мына жерде ешкілер жүр. Ең бастысы сакура ағашы. Достар, міне ауылдың көркі сакура ағашы. Жанымсыз сүйір. Міне сакура ағашы міне. Өте әдемі болып көрінеді. Мен дронмен көрсетейін. Яғни